Құрметті арулар мен мырзалар, сендермен бірге Тескөке. Бүгін біз жалқаулықты қойшиш анимесінің 5-ші бөлімін көреміз. Мықты комментарийлер видеоға шығады. Дәстүрімізге сай, ұртқа қыртылақтырыңдар. Мицуми оянып тісін жуады. Ол шабадандарын тексеріп, Нао тәтемен қоштасады. Мицуми пойызбен жүріп бірнеше пересадка жасап, Токио әуежайына жетеді. Бүгін ол туған ауылына, үйіне ұшады. Ұшақ аспанға көтеріліп, көп ұзамай Ното әуежайына қонады. Оны ата-анасы және сіңлісі мен інісі қарсы алады. Мицумидің түрі кәдімгідей нағыз астаналық қызға ұқсаған. Олар туған ауылына көлікпен барады. Үйде Мицуми шигулдар мен ата-анасына сыйлықтар сыйлайды. Ол әжесін аулада көреді. Әжесі немересін еркелету үшін палау пісіріп жатыр екен. Мицуми оған әзірлеуге көмектеседі. Сосын палауды апарады. Дастархан дәмді тағамдарға толы. Сіңлісінің айтуынша, ата-анасы таңертеңнен бері Мицумидің оралуына дайындалды. Барлығы отбасы мүшелері түскі асқа отырады. Тіпті Мурик пен Ақтөсте де бүгін мереке. Қарындары тыңқиған Мицуми мен шигулдар ұйықтауды ұйғарады. Көп ұзамай олардың үйіне Фуми келеді. Құрбылар құшақтасып Мицумидің бұрынғы сыныптастарымен кездесуге барады. Фуми қазір өзі айтқан баламен кездесіп жүрген мойындайды. Мицуми бәрін егжей-тегжейлі айтып беруді сұрайды. Ол Фумидің махаббаттың қалай әдемі болып кеткенін байқайды. Сыныптастары Мицумиді кездестіреді және оның астанада үйреніп алған түрлі сәнді сөздеріне жыртылады. Достар жағажайда от шашып атады. Мицуми жаңа достарын есіне алады. Келесі күні Мицуми бәрінен кеш оянады. Анасы оған қарбыз жеуді ұсынады. Ауылда тыныш. Өмірдің мүлдем басқа қарқыны. Інісі оны және сіңлісін жағажайға апаруды сұрайды. Оның үстіне Фуми келді ғой. Құрбылар шигулдарымен теңізге шомылып ойнауға барады. Каникул бітті. Мицуми мектепке асығады. Ол ауылдан кеткісі келмейді. Бірақ қазір ол астаналық қыз ғой. Жолда Мицуми Саскені кездестіреді. Бала оны сағынғанын мойындайды. Мектеп ауласында ашық есік күніне орай жәрмеңкеге дайынды қызу жүріп жатыр. Нару мен басқа оқушылармен декорацияларды дайындайды. Ол Саскеге сценарийді пихат етіп жай ғана оқып шық дейді. Бірақ Саске оның жоспарын түсініп қойды. Наруми әлі де оны драма үйірмесіне тартуға тырысып жүр. Мицуми Юзуки мен Макотоны қуана қарсы алады. Мика қыздарға печенькелер береді. Мицуми сыныптастарына арнайы кальмар дәмі бар құрт әкелді. Сабақта Мицуми Саскемен солай падушам сөйлеспегені туралы ойлайды. Каникул тез өтіп кетті. Осы уақыт ішінде сыныптастардың біреуі махаббатын тапса, екіншісі керісінше айырылысып кетті. Бірі өзінше серьезный болса, басқасы жақынырақ болды. Ал Саске керісінше Мицумиден алыстап кетті. Оқушылар кеңесінде Токико Мицумиге жәрмеңкемен жұмыс көп болатынын ескертеді. Хирото олардың қолынан келетініне сенімді. Жәрмеңкенің жоспарымен және ережесімен танысу үшін сынып старосталарын жиналысқа жинайды. Мицуми жәрмеңкеде оны не күтіп тұрғанын елестетеді. Ол бір уақытта қорқады және қуанады. Ол Саскені байқап, онымен сөйлесуді шешеді. Мицуми кальмар құртты алуға сыныпқа, сосын Саскеге жүгіріп, дәлізде оны қуып жетеді. Мицуми эмоцияларға толы. Ол Саскеге алдағы жәрмеңке туралы, шарлар туралы, костюмдер мен жарыстар туралы айтады. Саске мұңды жүр және үндемейді. Ол Ририканың сөздерін есіне алады. Мицуми оған құрттың тағы бірнеше пачкасын тығып, Саскеден мұңаймауды талап етеді. Дауыс беру қорытындысы бойынша жәрмеңкеде 10-шы В театр қойылымын қоятын болады. Цубами мектеп жәрмеңкесі маңызды іс-шара. Үйірмелер, көрмелер ұйымдастырады. 10-шы және 11-ші сыныптар спектакль қояды, ал 12-ші сыныптар тамақ пен кәдесыйлар сатады. Осының бәрінде оқушылар кеңесі басты рөл атқарады. Мицумидің жұмысы өте көп. 10-ші В сыныбы ән айтатын отбасы атты мюзикл қояды. Ол бүкіл әлем мойындаған әлемдік классика. Асано есімді қыз Цубами мектебін жәрмеңкесі үшін таңдаған айтады. Мюзикл қою оның идеясы болған. Қалған оқушылар оны бірден қолдады. Крис пен Саске кафеде кездесіп, Brawl Stars'тың жаңа маусымы туралы сөйлеседі. Саске оны осы мюзиклге тартқан айтады. Кенто мен басқа ауылдар дәл Саске сахнада өнер көрсеткенде барлығын таңғалдыратынына сенімді болды. Бүкіл сынып одан жауап күтіп, ол бас тарта алмады. Крис досына уайымдамауға кеңес береді. Асано актерлік топты басқарса, Цубаса Саскеге алаңдайды. Кафеден кейін Саске Кристен Ририкаға жәрмеңке туралы айтпауды өтінеді. Досы Саскенің айналасындағылардың бәрін қуантып, әрқашан кештің гүлі болғанын еске алады. Бірақ қазір ол өзгерді. Мектепте жәрмеңкеге реквизиттер мен декорация дайындап жатыр.
Оқушылар ән айтатын отбасы мюзикліне арналған жарнамалық парақшаларды басып шығарады. Қойылымның оқиғасы Екінші дүниежүзілік соғыс қарсаңында өтеді. Асан ойнайтын жас қыз Лейланы Мика ойнайтын Манашка капитанның үйіне қызмет етуге жібереді. Ол жесір қалған, 7 баласы бар. Капитанның рөлін Такуми есімді пацан сомдайды. Кенто үйде дворецкий болып жұмыс істейді. Капитанның Эмилия есімді жас жиені бар, оны Кохару ойнайды. Ол Йохан есімді бағбанға ғашық болып қалады, оны Саске ойнайды. Олардың тыйым салынған романы қалай аяқталады екен? Кенто мен Кохару ғашық ретінде рөлдерін қайталайды. Барлығы оқушыларға олардың ойыны ұнайды. Мика Кохаруды қызғанады, оның үстіне оның Нисино есімді жігіті бар. Мицуми репетицияға парақшалар әкеледі. Ал Мика ол Саскені қызғанады мекен деп ойлайды. Мицуми өз сыныбының театр қойылымына қатыспайды, себебі оқушылар кеңесі жұмысымен әлек. Ол достарына көмектескісі келеді. Асано одан көмек сұрайды. Оригиналында қойылым тым ұзақ. Сценарийді оқып, одан қандай бөліктерді алып тастауға болатынын ұсыну керек. Мицуми келіседі, ол сүрініп, оны Саске ұстайды. Бала Мицумидің көзінің астында мүшектер бар екенін байқап, оған жұмысының бір бөлігін басқа біреуге тапсыруға кеңес береді. Саске бала кезінде сериалда ойнаған есіне алады, бұл анасын қуантатын. Үйде Мицуми оқушылар кеңесінің қағаздарымен жұмыс істеуде. Нао тәте қатты шаршамауды сұрайды. Келесі күні Мицуми мектепке сабақ басталмай тұрып жүгіріп келеді. Ол Асано мен басқалар сценарийді қысқартуды талқылаған жиналысқа үлгермей қалды. Кеше Мицуми оны солай оқымай ұйықтап қалған. Үлкен үзіліс кезінде құрбылар оны асханаға шақырады, бірақ Мицуми Асаноны іздеуге жүгіреді. Аулада Саске Асаноның Мицуми туралы айтып жатқанын естиді. Егер оқымаған болса, онда неге келді? Біртүрлі қыз екен. Жаннан Мицумидің өзі жүгіріп өтіп кетеді. Ол Саскеге балалық шақтағы өзін еске түсіреді. Қыздар Мицуми туралы жаман сөздер айтады, бірақ оның арттарында тұрғанын көрмейді. Саске бала кезінде анасы жиі әкесімен жанжал шығарып, кейін жылағанын есіне алады. Бала рөлдеріндегі монологтарды қайталау арқылы анасының көңілін көтеретін. Саске Мицумиді шақырып алып, оған сусын алуды ұсынады. Мицуми жігіт оның Асаномен болған жағдайын көріп, қамқорлық көрсеткенін түсінеді. Саскенің өзі қойылымда ойнауға желание сұрып тұрған жоқ. Ол бала кезінде анасын қуантқандықтан ғана ойнаған есіне алады. Мицуми жылай бастайды. Кейінірек қыз өзін кінәлі сезінетінін мойындайды. Сыныпта оның барлық сыныптастары оған давай деп Йоханның рөлін ойнауды талап етіп тұрып алғанда, ол оны жақтау керек еді. Мицуми сценарий жағынан көмектесуге сұранды, бірақ қолынан келмеді. Саскенің өз проблемалары жетіп артылса да, ол басқаларға көмектесуге уақыт табады. Содан Мицуми үнемі тек өзі туралы ойлайтынын түсінеді. Ол тағы жылайды. Саске Мицумиді жақсы қыз, бірақ қала оған келмейді деп санайды. Қалада бәрі зұлым және жауыз. Қала жақсы адамдарды сындырады. Олар әңгімені ән айтатын отбасына бұрып, Саске Мицумиге ән айтады. Ол қыздың қолына алып, қойылымдағыдай шіркеу бөлек айналып билейді. Мицуми жеңілдеп, екеуі сыныпқа қайтады. Жолда ол Саскеге қанша құлағаның маңызды емес, әрқашан тұрып жолды жалғастыру маңыздырақ екеніне сендіреді. Кейін Мицуми Асаномен сөйлесіп, оған өзінің ескертулерін жасайды. Келесі күні сыныптастары Саскені туған күнімен құттықтайды. Кенто қойылымда Саскенің кейіпкері айтатын әнді шырқап прикол ұстайды. Барлық оқушылар жәрмеңкеге дайындалуда. Жәрмеңкеге бір күн қалады, және ән айтатын отбасының барлығы жұмыс соңғы репетицияға жиналады. Солай достар, егер сендерге біздің видеолар ұнаса, лайктар қойып, комменттер жазыңдар. Қазақша контентті қолдаңдар. Көргендеріңе рахмет.